Құрметті ұстаздар, құрметті ардагер ұстаздар, құрметті әріптестер, құрметті жас ұстаздар, сіздердің барлығыңызды мына кәсіби төл мерекемізбен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сіздердің баршаңызға денсаулық тілеймін, жақсылық тілеймін, бақыт тілеймін. Мына оқытып атқан егеменді еліміздің болашақ ұрпағын тәрбиелеп, оқыту үрдісінде тек қана жетістіктерге жете беруге тілектеспін. Уважаемые коллеги, уважаемые учителя, ветераны труда, разрешите вас поздравить с профессиональным праздником, Днем Учителя. Поздравить и пожелать вам крепкого здоровья, хороших учеников, творческих успехов в нашем нелегком учительском труде. И хочу еще раз пожелать вам здоровья, счастья, так как именно педагогические коллективы нацелены на то, чтобы воспитать наше подрастающее поколение, будущее поколение нашей независимой Республики Казахстан. В ваших руках находится наше будущее, которые будут дальше прославлять нашу республику во всем мире. Вам счастья, благополучия и успехов в нашем нелегком труде. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген ауданда білікті мамандар мен білімді оқушылардың саны жыл сайын артып келеді. Оқушылары көптеген халықаралық республикалық жарыстар мен олимпиадаларға үзбей қатысып, ауданымыздың мәртебесін асқақтатуда. Алматы облысы Іле ауданы Боралтай кентіндегі нөмірі 40-шы орта мектеп басшысы Ижанова Гүлзира Болатқызы директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары лауазымынан бастап, оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары қызметін жалғастырып, 2007 жылдан бері 15 жыл мектеп директоры лауазымында қызмет атқарып келеді. Дарынды оқушылар мен жоғары дәрежедегі жетістіктері үшін 2006 жылы Қазақстан Республикасының Ыбырай Алтынсарин төс белгісі мемлекеттік наградасымен марапатталды. 2022 жылы табысты көшбасшы сайыс аясында тәжірибесімен бөліскені үшін Алматы облысының білім басқармасының 2-ші дәрежелі дипломымен білім және ғылымдағы инновациялар атты халықаралық ғылыми әдістемелік конференцияда құрмет грамотасымен марапатталды. Гүлзира Болатқызы жұмысқа шығармашылықпен қарайды, әртүрлі байқауларға қатысып мұғалімдерге үлгі көрсетеді. Ол басқаратын ұжым білім беру саласында жоғары нәтиже көрсетіп келеді. Осы мектептің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі Әуренбаева Торғын ауыл мектептерін қолдау мақсатында Қазақстан мұғалімі ұлттық жүлдесін жеңіп алып, 1 миллион теңге грантының иегері атанды. 2021-2022 оқу жылының қорытындысы бойынша номері 40-шы орта мектеп ең үздік мектеп ретінде аудандық рейтингте 1-ші орынды көрсетті. 2022-2023 оқу